Осындай Forza генератор менде себеп қанша қыздырсам да қызбайды, қуып тұра береді. Бірінші себеп не дейтін, майдың уровені азайып кетсе, майдың уровені мына жерде тұру керек. Бойынша осылай тұру керек бойында. Майдың уровені бар, сонда да қуып қызып тұра береді. Мынандай датчик бар майдың, оны да ажыратып көрдім. Егер жасамаса, сөйтіп ажыратып қыздырып болады. Оған да қызған жоқ менде. Үшінші себеп, бензин келмей тұрғанын шығар деп, шлангісінің бойын тексердім. Бензин шлангісі карбюраторға барып тұр. Карбюратор бітелген шығар деп, бүкіл бойын карппен тазалап, насос берген болатынмын. Одан да қызған жоқ, қуып тұра берді. Қызғандай ұқсап. Ендігі менде свич бар ғой, свичтің проводы. Осы свичтің проводы, свичтен боларды свичтен алып, бойын бүкіл бәрін тазалап, басқа свичті салып көрдім. Оған да қызған жоқ, қуып тұра берді. Сосын свичті алдым, корпусқа тегіздім. Корпусқа тегізген кезде андай славиш ашып тұр. Славиш ашып тұр. Ол себеп мына бетінде тұратын қапақ бар ғой. Қапақна бетіне тұрып. Одан бұрын мен конденсатор дейтін болады. Осыдан да болады қызбау. Қызып қуып тұра береді болды. Осыны тексерген болатынмын. Конденсатордан болып шыққан жоқ, басқасын салдым. Конденсатордан массасы бар, проводы бар. Неге барады? Ішіне барады, магниттің проводымен бірге жүреді болды. Осының сыртымен жүреді қалпақтың. Бұның бойы да корпусқа тиіп тұрса, егер мына повреждение кабелі повреждение болып сондай болатын болса, бұл да қызбайды. Бұның бойын тексердім. Бұның бойы сол. Ендігі мәселе, соңғы мәселе менде мынаны ашқан болатынмын. Мына қалып осылай тұрады. Осының бетін ашқан кезде менде мынандай жағдай болды. Ішіне осындай вентилятордың қаңғалағы. Осы қаңғалақ одноразовый болып шығара ма? Осы сынып қалған. Ыстыға бұлар сынып кете береді. Осы сынып, мына жерде міне магнитный не бар, провод қорып тұр, свичтің проводынан. Конденсатордың несі жалғанап қойған. Осының ішін тексерген кезде мына қазір резонаторын дұрыстап тұрып орап қойдым. Осыны қысып тұрған ғой мұны. Қысып тұрғанда изоляциясын кетіріп жіберген проводтың. Ол алып корпусқа шашып тұр. Мана айттым ғой басында свич проводы славиш шашып тұр деп. Ол себеп мынадан болып шықты да, сыртына проводтың изоляциясын кетіріп жүрген. Егер сіздерде осындай жағдай кездесіп жатса, осыны тексеріп, свич мана азғантай не шашып тұрса, тоқ, соны тексеріп жіберіңіздер. Менен содан болып шықты. Кейін қаңғаланы салуға ұмытып кетпеңіздер. Бұл қаңғала обязательно керек. Бұл охлаждениенікі. Бұл болмаса моторға қиын болады. Осылай Forza дейтін генератор менде.